Баршаңызға ассалаумағалейкум. Мазмұнды бастаудан бұрын арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлемнің 39 мемлекеті Қытай үкіметінің Шинжаң, Гонконг және Тибет аймақтарындағы адам құқықтарының жағдайына алаңдайтынын айтып, мәлімдеме жасады. Біз Шинжаңдағы адам құқықтарының жайында және Гонконгтағы соңғы өзгерістерге қатты алаңдаймыз. Қытайды адам құқықтарын сақтауға шақырамыз, деді Германияның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Кристоф Хойсген қол қойған мәлімдемесінде. Мәлімдемені ақш, Ұлыбритания, Канада және Еуропа одағының көп мүшелері бұл мәлімдемеге жалпы 39 ел қол қойған. Мемлекеттер бұл мәлімдемені Біріккен ұлттар ұйымының әлемдегі әлеуметтік, гуманитарлық және мәдени мәселелерді қарастыратын 3-ші комитетінің атына жолдаған. Шинжаңда саяси қайта үйрету лагерінің үлкен желісінің болуына қатты алаңдаймыз. Сенімді ақпараттарға қарағанда оларда миллионнан астам адам себепсіз қамауда отыр. Біз адам құқықтары өрескел бұзылғаны туралы деректердің көбейгенін байқадық. Онда дін және сенім бостандығы, көшіп-қону, ұйымдарға бірігу, пікір білдіру еркіндігі, аз ұлт мәдениеті қатаң шектелген. Әсіресе ұйғыр, қазақ пен өзге де азшылдық өкілдеріне тыңшылық әрекеттері ерекше көп қолданылады. Жұмысқа жегу, мәжбүрлеп бала тууды шектеу, соның ішінде стерилизация туралы мәліметтер көбейіп барады делінген мәлімдемеде. Сондай-ақ қол қойған елдер Біріккен ұлттар ұйымының сарапшылары тобының Гонконгтың ұлттық қауіпсіздігі туралы заңның көп ережесі Қытайдың халықаралық құқықтық міндеттемелеріне қайшы келеді деген көзқарасымен келісетінін айтқан. Мәлімдемеге қол қойғандар Қытайды тәуелсіз бақылаушыларды, соның ішінде Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссарын және оның басшылығын Шинжаңға дереу, толыққанды және еш бөгетсіз өткізуге және Біріккен ұлттар ұйымының нәсілдік кемсітуді жою комитетінің 8 ұсынысын дереу орындауға, соның ішінде ұйғыр, қазақ және басқа да азшылдық өкілдерін сотсыз қамауды тоқтатуға шақырған. Біріккен ұлттар ұйымының Human Rights Watch халықаралық адам құқықтарын қорғау ұйымындағы директоры Ли Шарбоно Пекиннің кек аламыз деп қорқытқанына қарамастан Шинжаңдағы жағдайға алаңдап жатқан елдер саны артып келеді деп 39 ел қол қойған мәлімдемеге қолдау білдірген. Шарбоның айтуынша, Қытай бүгінгі мәлімдемені қолдаған делегаттарға мұның экономикалық және саяси салдары болады деп ескерткен. Біріккен ұлттар ұйымының есебінше Қытай билігі 2017 жылдан бері Шинжаңда 1 миллионнан астам ұйғыр, қазақ және басқа да мұсылмандарды қамаған. Қытай билігі биыл Шинжаңдағы қайта тәрбиелеу орталықтардағы адамдардың бәрін шығардық деп өздері мәлімдеме жасаған. Ал халықаралық ұйымдар орталықтарды саяси үйрену лагері әлі жалғасуда деп айтып отыр. Қазақстандағы азаматтық қоғам өкілдері, соның ішінде шетелден келген қандастардың құқықтарын қорғау ұйымдары Шинжаңда адам құқықтарының бұзылып жатқанын жиі айтады.
Қытайда туыстары қамалған не із-түзсіз жоғалған азаматтар Қазақстанда жиі наразылық өткізіп жатыр. Қытайдан қуғын көрдім деп Қазақстанға заңсыз өтіп келген қазақтардың істері ақпараттық құралдарында да көп талқыланып жатыр. Халайық арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің лайк басып, бөлісіп тіркелгендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі эфирге кездескенше сау саламат болыңыздар. Баршаңызға рахмет.